Иле телеканалында хабарлар студия Дельмаса Блакимова. Ассаляму алейкум. Вешімдікі дақаға бөлі мәлімат. Ахмеджете апрелінің 10-дан су беру графигі денештірілежек. Реставрация бойынша чешет фікірлер. Қансарайда сымарышчы ве тарихчелер не ақта давалашалар. Бөмбия Свепов сал бақчысырай айванат бақчасында егіз оқлу кірпілер доғды. Ахмеджете су берілу графигі апрелінің 10-дан деніші жек. Бұны суның темелу вазиеті аққында брифинг девамында бүгін Қырымның вице-премьер-визирі Светлана Маслова хабар етті. Графиклеріні шымдылық толы шекілделі ағу етмекнің чересі yok, яғанақларда бақмадан сон барларының толығына манаман денішмеді деп қайтетті вице-премьер. Қансарайда дүрберлерінің оқ тарафы насыл олажағы медениет назирлігі яндaki ilmi усули шуранын кетешатында чезіледжек реставрацияға янашулар бойынша чешет фікірлер пейда олды сымырашчы кімер ерлеріні түзетмеге талап етті. Бұл ақта бізім левқымызда. Ханлар сарайында медени мирас сақланылуы үшін кечірілген ішлер девам ете. Бұл дүнияда Қырым татар мимарлығының екене нүмінесідір. Оның үшін акимиет тарафындан айрылған диқат бұйықтыр. Көресіз мұ? Ташлар тегіз дегіл, кемер ерлері қопқан. Шымали, Дженюби, Ведиляра бекешінің дүрбелері реставрация принциплері белгіленуінде чешет фикірлер пейда олды. Ішлерінің сымарышчысы оқ тараф тегіз олмағанындан хошнут дегіл. Мүйліфлік незарет комиссиясы есе бұның тек яқшы тарафларыны көре. Бұ тек ilmi ава. Егер илим жеттен бақсақ, бұ мақсатға ерішмек үшін ең доғры усул олур. Ишіміз не қадар девамлы ве палы олса біле, абиденің тарихи көрінішіні олдықча зияде сақлап қалмақ керекміз. Бұ ең доғры усулдыр. Сымарышчы девлет мудирлігінің ребері ұшыны аля дәрежеде еткізмеге тырыша. Таби қопулар сарай комплексіне озгүнлік қоша. Амма оның фікірінже меселе доғырған суалеріні суббет шеклінде музакере етмек керек. Девлет думаның мебусы Руслан Бальбек Джумхури медениет везірлігі янында ilmi усули шура яратмаға теклиф етті. Амма енді белли ки ең esасы уникаль тарихи көрінішіні сақлап қалмақтыр. Топлашув кечерерміз. Анда илим эшітілмесі için әршейіні япармыз. Ве әлбетте, көз етіже шураның азалары ilmi усули шураға кірмек керек. Проект қарарлар алынған вақыт біз кенеде бойлы вазиетлеріні чезіп отырмайық. Бұл илим ве сымарышчы арасында дава. Айны заманда да 6 объект реконструкция етіле. Олардың арасында атлар ақыры, шайынлер құлесі ве ашхане. Хансарайны зеречілер үшін қапат мамақ мақсадынен эпіс ішлеріні 16 қысымға бөлділер. Амма шымды эсас ішлер, дүрбелер реставрациясынен бағлы. Апрелінің башында бұл меселе чезілежек. Біз ішлеріні елінің сонуна же, атта орталарына же екінлеріміз. Бүгінгі күнде да 6 объект реставрация етіле. Қырым ханларының резиденциясында бойлы бұйық реставрация оның 5 асырлық тарихында ilk сефер кечіріле. Бұңа 2 миллиардқа яқын рубле айрылды. Реставрацияны 2024 сене екінлемеге планлаштыралар. Ленуза Борсиитова, Диана Бекмамбетова, Виталий Голубев, Милет үшін Бақчасарай. Иштен бошатылов ве пара жезасы нақлият везірлігі Ахмеджете западна автостанциясыда усымырны автобустан қанунсыз түшірілгеріні жезалады. Сонке рейсінен кетіп оламаған оғлан ят шерде қалып кетті. Жемат ачылылғаны да өз роліні беджерді. Бұл ақта бізімлев қамыз. Сервер Усманов авто пайтақтаки музыкаль оқов юртқа қатнай. О Бақчысарайда ешай. Сонке рейс ақшам 7:40 даққа кечкенде олам. Оғланның нақыт парасы олмағаны себебінден оны автобусқа қоймадылар. Сервер Усмановның огүнде автобусқа да 2 ақай кірді. Олар yol парасының нақыт шекілде өдеділер. Бұл вақытта автобусын ішінде енді кондуктор болынайды. Автобус ерінден көшмеге азырланайды. Мен бірден айттым, менің картам бар. Мен ондан yol парасын кечіре білем. Кондуктор кіші чих автобустан деді. Чүнки тек нақыт пара керек екен. Мен 3-4 сәние оңа бақып тұрдым. О маңа кенеде ешітмедің ма? Чих деді. Бұндан сон осмөр 1,5 саат кечкен машиналарны тоқтатып Бақчысарайға етіп бармаға тырышты. Амма евге мұстақыл шекілде қайтып олмаған сон анасына телефон açты. Онға яқын анасы келіп оғлына алып қайтты.
О башта өзі евге қайтмаға тырышты, соң баңа телефон açты. О да аз қалған отырмаға біз даққаны сайдық. Мен оңа айтам, айды мен келем. Арамыз 30 километр век бұ геже. Анда есе адамлар юрмеген ер не ярық, не машина бір кімсе жоқ. Evге қайтқан сон Сайды Усманова Западна автостанциясының мудиріне телефон açты. Осмөрні не себептен автобустан чықарып аттылар деген суалге жауап сұрады. Ойсе маңа қопал жауап берді. Бұ язув да бар. О да иштимаи ағларда ерлештірілді. Мен оңа шикайет етмек аққым бар дедім. Бу дава иштимаи ағларда бірден дар қалды, адамлар тефсірлер язып башладылар. Кондукторлардан ве айдавчылардан более мунасибетлеріні қайдеттілер. Сайды Усманова Cumhuriyet Yolbaşçısının adına müracaat yazdı. Sergey Aksionov'un yardımcısı kadınyen şu arada bağlandılar. Bu vaziyetini Cumhuriyet'nin Nakliyat Vezirligi kontrol etti. Yolcularını oturtkan kontrolör işten boşatıldı. Kopal cevap bergeni için intizam mesuliyetligine celp etildi. Kırım Avtotrans Devlet Unitar Müessesesi nakliyat hizmetleri gösteriluvinde kırsetilecek değişmeler paketini hazırladı. Bugün Yarımada'da şehir ve şehirge yakın katnağan 2000'ge yakın avtobusta validatorlar çalışkanına bakmadan bir şehirden ikincisine ketkende yol parasını avtostansiyanın kassasında tölemek gerek. Biletini emde bank kartası yardımıyla satın almak mümkün. Султания Истакаева, Севиля Меметова, Асан Ибрагимов, Алим Сейдалиев, Millet için. Ахмеджетте кечкен сене абаданлашу кайделері бозылығы бойынша муниципал незарет векеллері или рейдлер кечірілді. Олардың кетеш атында 500-ден зияде меморий протокол тізілді. Газонларда ве қалдырымларда машиналар парковка етілігі үшін жүрме тәйінленді. Бұақта Акиме Сейдаметованың левқасы. Тоқтатылған машиналарының чоқ метрлік сыралары елны тарлаштыра. Бордюлерге яқын бош сантиметр тапмақ қиын. Айдавчылар бұақта өз фікірлеріні бойле ifade етелер. Ер етішмей, шehir кичик. О bu kadar машина için yaratılmаған еді. Hiç bir vaqt bu kadar машина yok еді. Машина қоймаға ер yok, mesele бойле. Шehirde 17 төлемелі парковка бар, ama олар yeterli değil. Тренёва адына парк янында bu meydan tek 56 машина için, олардан 6 парковка ері imkanları sınırlı olған адамлар için. Стоянка күн saat 7-ден 19-ға çalışa. Birinci saat 50 ruble, bundan son bir saat 100 ruble. Yerli avdavcılarının fikrince, төлевле парковкаларының sayısı çokça olmalı. Sen gerekli yerге келесін, машинаны қалдырасың, бұтын шеріні айланмақ ве тықылмақ үшін ер araştırmak керек дегіл. Onun için ebet шер акиметі түшінмек керек, логистика çokça olmalı. Yollarda, парковкаларда ерде, çünkü шер машинаға толы, қатнамақ пек қиын. Парковкалар olmağаны Қырым пайтақтының en keskin meselelerinden biridir. Айдавчылар машиналарını тапқан yerде қалдыралар. Департаментның хадимлері план режимінде даими шекілде шehir территорияларында мониторинг кечірелер. Олар ешіл өсімліклер өскен ерлерде машиналар тоқтатылуыны қайт етелер. Ерлештірілген қоралар нақлият васталарына кірішіні қапаталар. Эсасен бозувлар Салғыр өзенінің бойларында, улица Гаспринский берішная соқақларында, Гагарин паркында қайт етіле. Абаданлашу қайделері бозулығы үшін 1000-100 000 рублегеже жөреме тайынлене. Şimdi şehirde tölemeli parkovkalarda 1000'ge yakın yer var, ama onların sayısı artmağanca aldavcılar maşinalarının tapkan yerge kaldırmağa mecburlar. Akime Seydametova, Dmitriy Nizavoy, Millet için. 300'ge yakın adam Karasubazar rayonda Koçucu Tibbi komplekste bakıldı. Kopçekler üstünde mamograf ve fluorograf koylarge 12 kere çıktı. Geçirilgen bakıvlarda en yüksek göstergeçler Muşa, Şarkınçık ve Katırşa saray koylarında oldu. Bizim muhbirimiz mobil tibbi noktanın işi nasıl geçkeni görmek için Zuyaga yol aldı. Beyazlı kırmızılı maşina Karasubazar rayonunda 2. sanlı Zuya poliklinikasının asbarına kırı. Bu Koçucu Tibbi kompleks. Tatyana Majayeva bunda 5 kilometr uzak yerleşken Kırımskaya Roza koyundan keldi. Şimdi Osnev betini bekley. Heyecanlana çünkü evvel böyle mobil kompleksinin hizmetlerinin kullanmağanıdı. Bizde böyle mamografiya kabineti yok. Zuyada da yok. Mında bizni kabul edecekleri akta bildim ve mına keldim. Evvelleri ise o Karasubazar rayon hastahanesine ya da Ahmetjitke katnaydı. Bu iş 20 dakikada yapıla. Her şey test ve en esası keyfiyetli geçti. Neticeler 3 gün devamında belli olacak.
Аппаратны эшке азырламак үчүн биз оны ерлештирмек керекмиз. Бир жерден башка жерге көчүп вакытында аппарат мына бойле шей үстүндө тура ве жеринден кыбырдамай. Bir күндө 15 хаста, сакинлер бойле диспансеризация оңайтлуу болганын кайд этелер. Тек 22 күн девамында Карасув базар районунун аман-аман 300 сакины көчүжү TB комплексте бакылды. Умумен 12 чыгыш кечирилди. Көпчүклер үстүнлүккө маммографтан гайры көйлерге флюорограф етип келе. Мобиль TB нокталар саклык саклап адлы милли лейха черчевесинде сатын алынды. 40 яштан соң бу эалинин диспансеризациясы үчүн мажбурий шарттыр. Онун үчүн бу маммограф эписемескен нокталарга этип бара. Бойле этип чешит кадын хасталыкларынын огуну алмак мүмкүн болор. Чыгышлардан эвел информацион иш алып барала TB хадимлер ве ерлі акимиет органларының векиллери сакинлерге малумат берелер. Земаневи донатма ярдымынен TB бакувдан кечмек имканы олғаны акында хабердар этелер. Айша Шулакова, Сабина Денеева, Аким Бекиров, Милет үчүн Карасув базар района. Карасув базар районын Тоғай көйінде ешаған апазалар құрантасы евсіз бақсыз қалды. Янгын мартның 31 көне геже юз берді. Атеш бұтын евні оның ішіндегі техниканы ве сайыплерінің шақси шейлеріні яқып йоқ етті. Бұақта Леноза Бурсейтованың лепхасы. Катя, уйди оттуда! Мартның 31-де геже саат 3:30 Айдерви Екатерина Апазовларның evлері алевленіп янып башлай. Бұл видеоны зарар көргеннің татасы чықарды. Янгынчыларны да тамам о чағырды. Оғлан қардашымның сесini ешіттім. О айта, янамыз, янгынчыларны чағыр. Мен шашмаладым. Телефонымы алдым, не апмаға білмейм. Не есе янгынчыларнен бағландым. Бойлы қаза олыр деп бір кімсе беклемеді. Күнкі кібі ақшам. Эв сайбесі баланы юқлатты. Геже қызы ағлағанны ештіп уянды. Бұндан соң тұтын қоқысы келді. Акайым верандадан чапып кере алев она атыла. Мен елімнен қақтым. Пенжереміз да ачылмай. Оны урып парлады. Бізні аспарға итеріп чықарды. Бұндан соң шей санки туман içinde. О бір кімсені құртарайым деп юрған веястық чықарғанда оның башына ағач тұшты. Мен айтам, чық, евіміз янса янсын, тек сен құрталып бізнен қал. Айдер Апазовның беті янды. Қарысыны ве қызыны құртарайым деп о юзыны атешке атты. Қазадан соң 2 күн оның бір көзі көрмеді. Алев яш қорантаның бұтын мал мүлкіні йоқ етті. Тек кемер весиқаларны шығарып олдылар. Янгынчылар етіп келгенде енді шей янып біткен еді. Янгынның себебі электрика теллері. Евелкі малуматларға көре теллер тұтылы болды. Бұтын ярым саат içinde янып күл олды. Тек ашхане, гараж ве хамам қалды. Шымды Qoranта Айдер Апазовның доғмуш татасының евінде яшай. Кой ерешмесінің мемуриеті бір парча пара ве ашайт мақсулатларыны беріп ярдым етті. Мебель ве одын кетірерміз деп сөз берділер. Трактор ветіркеме таптым, барып алайық дедім. Анда есе атта 1 кубометр одын yok. Достым айта, біз мында өзіміз ярым куб одын тапармыз. Амма бу етерлі дегіл. Апазовлар Qorantасы ярдымда мұқтач. 2 яшлы Амина, оның бабасы ве анасы евсіз қалдылар. Телефон номерасынысыз экранларыңызда көресіз. Ленуза Бурсейтова ве Аким Бекиров. Милет үчүн Карасув базар районы. Бақчасарайдаки айванат бақчасында яна айванчықлар доғды оқлы күрпілер чефтінде бірден 2 альбинос күрпічік дүнияға келді. Бөлі Одессе табиата серек раст келе бияз айванчықларына Лилия Ислямова көрді. Бізім оқлы күрпілеріміз Лёшка ве Василиса бусене экі бияз айванчық доғдылар. Küçük ve yuvaş, türleri bembeyaz ve tıkınlı. Hint albinos oklı kirpileri. Bahçesarayda ayvanat bahçesinde egiz kirpiçikler doğdu. Olar indi 10 günlük oldu. Ana babalar olarını adamlardan saklaylar. Yanı doğan ayvançıklar da üzeri aşap olamaylar. Anası Vasilisa aşatta. Babası Alexey ise budun Qorantanı baka. Ama bu ayvanlar gece mahallinde faalik gösterilir. Şimdi olar ratlanalar. Büyük oklı kirpilerinin yaşı ondan ziyade. Yeşillik, meyve ve sebze aşaylar. Ömrü devamında oklı kirpileri orta kararda birkaç bin iğne dönüştürüyor. Yanı doğan balaçıklarının iğneleri 2 haftadan son kata. Büyüklerde oklarının sayısı 30 binden ziyadedir. Olarının uzunluğu 40 santimetrege yetti. Kalınlığı ise 5 milimetrege yakın. Eldar Lomanov ayvanat bahçesinin hadimi. Kayıt eti
теки. Хинт оклы кирпилер ичте коркак ве ачывлы дегиллер. Олар анлайлар, келіп ашата жақлар, жештіра жақлар. Олар бұна яқшы бақалар, кемереде атта айнежилік етелер. Егер оларның түбі сыланса, олар оны обалап чықаралар. Құрысыны кетіріңіз, деген кібі. Комшу ерде да бір кемерде яшай. Бу инде буюк бір альбинос оклы кирпи. Onun яшы бірге якын. Ось ана бабасынен берабер яшай. Бутын күнні ювасында кечере, яда чықып кезіне. Ақшамға якын исе чықып ашай. Бақча сарай айванат бақчасында енді янатлар чықлашачығыны беклейлер. Қоян анасы есе енді кечік балачықларны бақа. Ве егер кемерлерні ана бабасындан айырмақ мүмкін олса, кечік оклы кірпелер да чоқ вақыт бұйыклер янында өседжеклер. Лилия Ислямова, Арсен Фукала, Миллет үшін Бақча сарай. Күчлі туман кедер етмеді Қырым Жымхуриетін бала геншлер туризмі ве үлкешінаслық меркезі ле тешкіл етілген туристик тедбір таш жарған еріне кечті 150 мектеп талибесі үлкешінас квестлерінден ғайры реал маниялардан кечтілер. Туристлерінен бұл күніні бізім мұхберлеріміз де кечірділер. Бір команданың иштиракчылары бірінші вазифеге чапалар. Суық весакин яғмур яғанына бақмадан, олар таш жарганда кечірілген туристик топлашуда ен яқшы унваны оғырында көрешелер. Мен чешіт ерлерге бармаға, ярышларға қанатмаға пек севем. Бу пек мерақлы ве яны бір шей тапа білесін. Менің командам пек яқшы. Біз эпамыз пек яқшы қонышамыз ве бір-бірімізнен достмыз. 15 команда бір-бірінің харитасы бар. 12 белгіленген ноқтаны кечмек керек. Бір бечерілген вазифеден сон балалар қошыла. Кімнің балары чоқ олса, о ғалебе қазана. Беден мешғулетлерінден сон ақыл ярышлары даулды. Мектеп талебелері тереклер арасында чекілген епте асылы баланс етелер, сон викторинада иштирак етелер. Геология адлы станцияда иштиракчилер Қырым минералларының адларыны белгілемек кереклер. Шей балаларға мерақлы олмасы үшін yapılған. Яны сіз көресіз, мында ава пек яқшы олмаса біле кез келді. Эпасы командалар ерінде. 150-ден зияда иштиракчы саба саат 10-дан ақшам 6-ға же бір команданың кураторы бар. Мен үріп башлағанымдан берле дағларға көтерелем. Ана мені сықалып бара. Бұнен не вақыт оғрашып башлағанымы біле айтап оламайым. Бүтін омыр. Ярышның сонында ғалиплерге фахри ярлықлар ве Жумхуриятымыздың тәсіл везірлігінден сағламлаштыру лагерлерге yollanmalar берілді. Айша Шулакова, Туан Армаган, Рамазан Аливапов, Милет үшін. Шымдыке дақаға бұл хаберлерінің епседі келечек еңімізні қачырманыз.